Әбу-Насыр әл-Фарабидің 1150 жылдығына арналады. Әлемдегі ең атақты музыкант кім? Ғасырлар бойы әуен әлемінің небір туындыларын шығарған музыка шеберлері өте көп. Музыка өнерінің дамуына әркім өз үлесін қосып, таптырмас әуен ғаламының корольдері атанып жатқандар жалғасуда. Классикалық әлемдік жанрға кіріп отыр. Бірақ әлемдегі ешкім жетпейтін музыка өнерінің королі, домбыра шертудің шебері 870-950 жылдары өмір сүрген әлемнің екінші ұстазы аталған, бүкіл әлемдердің ғалымы және ғаламдық музыкант деп Әбу-Насыр әл-Фараби ибн Мұхаммедті айтуға болады. Аллаға деген құлшылығына берік ғалым еңбектерін әр қадамын пісімләсіз бастамаған. Домбыраның өзі 7 шекті болған екен. Әл-Фараби домбыраны жасау үшін жел соққанда ағаштарды тыңдап, ағаштың піскенін біліп, оны кесіп алып, күні мен жылын белгілеп, 7 жылға кебуге шатырдың астына тастайды екен. Кесілген ағаш орнына 7 ағаш егіп, табиғаттың тепе-теңдігін бұзбаған. 7 жыл ішінде ағаш толық кеуіп, сол ағаштан тек табиғи клей мен бояуларды қолдана отырып, домбыра жасайды, қойдың шектерінен 7 шегін тартады. 7 шекті домбыраны әл-Фараби осылай жасаған. Шерткен кезде адамдар орнында отыра алмаған деседі. 17 жасында әл-Фараби Иран шахының туған күніне қатысып, өз шеберлігін көрсеткенде ғалам дүр сілкінген екен. Бірінші күйді шерткенде тамашалап қуанғаннан отырған ел орнынан тұрып кеткен. Осы кезде шах орнынан тұрып былай депті: «Өнерің керемет екен бала, есімің кім болады?» дей бергенде әл-Фараби үндеместен екінші күйді шерте кетеді. Бүкіл көрермендер қайғыға батып жылайды. Сол мезетте өмірде жыламаған шах көзінің жасын сүртіп балаға былай дейді: «О, не деген құдіретті күй! Жан дүниемізді түршіктіріп, жас көрмеген көзден тұздай ашты жасақты. Балам, қалағаныңды берем, тек менің патшалығымда қал» дегенде ешбір жауапсыз. Әл-Фараби үшінші күйді ойнағанда шахтан бастап күйді тыңдағанның бәрі терең ұйқыға кеткен екен. Тек таңертең оянғанда домбырашының жазған хатын ғана көрген. Онда: «Маған байлық та, тақ та керек жоқ. Мені олар қызықтырмайды. Мен адамзатқа білім, ғылым мен музыка өнерін үйретуге келген жанмын. Менің есімім Әбу-Насыр әл-Фараби» деп жазылған екен. Әл-Фарабидан мұра болып адамзатқа қалдырған еңбектерінің бірі ұлы музыка кітабы. 1300 беттен тұратын көлемдік еңбек. Неге әл-Фараби ойнау шеберлігін ешкім игере алған жоқ? Неге? Оның себебі Әбу-Насыр әл-Фараби өзінің құлшылығының арқасында, Алламен бетпе-бет тілдесуінің арқасында ғаламның, Алла әлемінің 5 нотасын тапқан екен. Жер бетінде біз білетін 7 нота болса, до, ре, ми, фа, сол, ля, си, плюс 5 нота тең болады 12. Сонда әл-Фараби 12 нота білген. Өзінің күйлерімен адам жанын ғана емес, жануар, құс, табиғатты да баурап алатын осыдан. 950 жылы әл-Фараби дүниеден озғаннан кейін 5 нотада жоғалды. Әбу-Насыр әл-Фараби туралы бір деректе былай дейді: «Ғалымның інжұрғасы түсіп бір ай шамасында көңілсіз жүрді. Ел аң-таң болады. Осыны байқаған ұстазы: «Неге көңілсізсің? Сырқаттандың ба?» деп сұрағанда, Әбу-Насыр: «Қолымнан түспеген домбырамды ойнауды тастадым. Себебі бірінші ұстазым айтты, музыка харам» деп. Сонда екінші ұстазы: «Алланың ғылымы шексіз. Сені бірінші ұстазың сынап білімге тартқан ғой. Сен түсінбедің оны. Неге музыка туралы хадис оқымадың?» дейді. «Сенің домбыраң таза табиғи заттардан жасалған. Бір темір жоқ. Ол халал аспап. Сенің ойнаған әуендерің адам жанын үйіріп алып, тура жолға салады, емдейді. 62 тамырын тазалап, жанға қуаныш, жақсылық, сенімділік, иман мен сабырлық әкеледі» деген кезде абыр-сабырда Әбу-Насыр жүгіріп барып домбырасын әкеліп сипап, шерте бастағанда, оның домбырасының жұрты жұмыстарын тоқтатып, тәтті әуенге бойларын беріп, рахатқа батады. Музыка өнерінің құпиясы кітабынан үзінді. Авторы Ешмағамбетов Бауыржан Сатыбалдыұлы.